Менің қолымда ақш-тың 39-шы президент Джимми Картердің қолтаңбасы бар кітап. Ол қазір біздің қорымызда сақтаулы. 2024 жылдың желтоқсан айында ақш-тың бұрынғы президенті Джимми Картер дүниеден өтті. Осы жылдың басында Вашингтон қаласының кафедрал соборында қоштасу рәсімі өткен болатын. Бірақ Картердің қоштасу рәсімінде өткен бір кездесу ерекше әлемдік қауымдастықтың назарын аударды. Ол ақш-тың екі президенті Барак Обама және Дональд Трамптың әңгімелері. Бұл кездесу екі саясаткердің арасында терең қарсыластық пен дау-жанжалдар болған қарамастан, олардың бір-біріне құрмет пен түсіністікпен қарайтынын көрсеткен сәт болды. Обама мен Трамптың арасындағы болған әңгімелерде жақын арада бір мәселені талқылауға ұсыныс айтты. Тыңдап көрейік. Бүгінгі тақырыбымыз гольф тақырыбына арналады. Гольф алаңында кездесу ұсыныс арқылы әлемдегі спорттың қаншалықты байланыс орнататын күшке ие екенін тағы да бір рет дәлелдеді. Сондықтан да біз бүгін гольфтің ойынына тоқтала кетеміз. Бұл спорттың тарих, ережелері мен дәстүрлері ғасырлар бойы қалыптасып, бүгінгі күнде әлемнің ең ауқымды және ықпалды ойындардың біріне айналды. Гольфтің әсемдігі мен мәні тек спортта ғана шектелмейді. Ол адамдарды бір-бірімен байланыстыратын, сондай-ақ саяси және әлеуметтік деңгейдегі маңызды шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін ерекше алаң болып табылады. Гольф ерлер арасында олимпиадалық спорт түрі. Бұл спортта жеке қатысушылар немесе командалар шағын допты арнайы тағайындалған лункаларға таяқпен соғу арқылы кіргізуге тырысады. Маңыздысы, допты лункаға мүмкіндігінше аз соққы санымен кіргізу қажет. Гольфтің нақты пайда болған уақыты белгісіз, бірақ оны шотландиялық бақташылар ойлап тапты деген пікір бар. Олар таяқтар мен тастарды қояны індерінен кіргізуге тырысқан. Көптеген тарихшылар пікірмен келіспесе де, кейбір деректерге сәйкес гольф Рим империясында пайда болған. Бұл ойын иленген таяқтармен және қауырсынмен толтырылған доппен ойнаған. Басқа теорияларға сүйенсек, гольф Қытайда Мин әулеті билік құрған кезде пайда болған. Бұл туралы императордың допты клюшкаға ұқсас құралмен лункаға кіргізуге тырысып жатқан сәті бейнеленген дерек айғақтайды. Соған қарамастан, қазіргі заманғы гольф Шотландиядан бастау алады. Гольф туралы алғашқы жазба 1457 жылы Шотландия королі 2-ші Джеймс шығарған жарықта кездеседі. Онда гольфқа тыйым салынған, өйткені ол садақшыларды жаттығудан алаңдатқан. Дәл осы жерде ойынның ережелері мен алаңдағы 18 лунка жүйесі ойлап табылған. 1900 жылы гольф алғаш рет Францияның Париж қаласында өткен Олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізілді. 1900 және 1904 жылдары Олимпиада ойындарының бағдарламасына енген, бірақ бұл спорт түрі келесі рет Олимпиадада 100 жылдан астам уақыт өткен соң Рио 2016 жыл ойындарында қайта пайда болды. 2024 жылы Парижде өткен Олимпиада ойындарында гольф бойынша ерлер арасында алтын медальды америкалық Скотти Шефлер жеңіп алды, әйелдер арасында алтын медальды Жаңа Зеландиядан келген Лидия Ко иеленді. Енді гольф ойынының қысқаша ережелеріне тоқталсақ. Ойын басталар алдында келесі әрекеттерді орындау қажет. Біріншісі, жергілікті ойын ережелерімен танысу. Екіншісі, допқа идентификациялы белгі қою. Бұл белгі доптың басқаларынан ажырату үшін қажет. Егер допты анықтау мүмкін болмаса, ол жоғалған деп есептеледі. Клюшкалардың санын тексеру 14-тен артық болмауы тиіс. Гольф ойыны старттық аймақтан немесе Т аймағынан басталады. Бұл атау Т әрпіне ұқсас тіреуден шыққан. Оған доп орналастырылады. Жақсы жағдайда ойыншы алғашқы соққысымен допты негізгі аймаққа бағыттауы керек. Содан кейін бірнеше соққысымен оны өтіп, шөп төселген алаңға, яғни грин алаңына жеткізеді. Лункаға допты кіргізу үшін арнайы клюшка паттерді қолданылады. Гольфта стандартты ережелермен қатар этикет ережелері де бар. Біріншісі, алдыңыздағы топ қауіпсіз қашықтыққа жеткенше ойынды бастамаңыз. Ойынды кідіріссіз жалғастырыңыз. Тобыңыздағы барлық ойыншылар лунканы аяқтағаннан кейін паттинг грин алаң босатыңыз. Сізден жылдамырақ ойнайтын топтарды өткізіңіз. Тудың орнын ұқыпты қойыңыз. Және де көптеген тағы да басқа ережелер. Гольф ойынына арналған алаң белгілі бір талаптарға сай болу керек және бірнеше лункадан тұруы тиіс. Әр лунканың өзіне тән старттық алаңы болу қажет. Старттық алаңда доп тіреу үшін орнатуға арналған рұқсат етілген шекараны көрсететін екі белгі болады. Старттық алаңнан басқа гольф алаңында келесі басқа да аймақтар болады. Тегіс алаң, төмен және жоғары жерлерден тұратын аймақтар, әртүрлі кедергілер.
Алаңның соңғы белгі лунка. Оны оңай табу үшін жалаушылармен белгіленеді. Лунка шөптің ең төменгі деңгейіндегі биіктігі бар бөлігінде орналасады. Бұл аймақ грин деп аталады. Гольф клюшкалары туралы айта кетейік. Ойыншы ойынға 14 клюшкадан кем емес санын ала алады, ал клюшка белгілі бір соқ орындау үшін арналған. Гольф клюшкалары екі түрге бөлінеді. Вуд максималды қашықтықтарға соққы жасау үшін арналған клюшкалар. Әдетте олар алғашқы соққыларда қолданылады. Бұл клюшкалар вуд ағаш деп аталады. Өйткені бұрын олардың басы ағаштан жасалған, бірақ қазіргі заманда вуд титан негізіндегі металл қорытпаларынан жасалады. Екіншісі айрон. Әртүрлі қашықтықтарға соққы жасау үшін қолданылатын клюшкалар. Доптың орналасуына қарай таңдалады. Бұл клюшкалар айрон деп аталады, себебі олардың басы металдан жасалған. Гольфтің басқа маңызды жабдығы доптар. Олардың келесі сипаттамалары болуы тиіс. Диаметр кемінде 427 см, салмағы 41-46 грамм аралығында, доптың бөлігінде 300-500 шұңқыры болуы керек. Гольф доптары туралы айта кету керек. Компрессия көрсеткіші маңызды рөл атқарады. Қарапайым тілмен айтқанда, компрессия бұл доптың соққы кезінде қаншалықты деформацияланатынын көрсететін деңгей. Оның шартты өлшемі 0-ден 200-ге дейін өзгереді. Көптеген доптардың компрессиясы 80-100 аралығында болады. Соққы кезінде 2-3 мм-ге қысылуы мүмкін. Гольф турнирлардың ең беделді және танымал кәсіби жарыстар қатарына мыналар жатады. Олимпиадалық ойындар. Гольф 2016 жылы Олимпиада ойындарының бағдарламасына енгізілді. Келесі маңызды ойындардың бірі бұл Мастерс. Гольфтің 4 мейджор турнирінің бірі. Теннистегі үлкен шлем турнирлеріне тең. ақш-тың ашық чемпионаты US Open. Жыл сайын ақш-та өтетін ашық гольф чемпионаты. Британияның ашық чемпионаты ең ескі гольф жарысы. Және де кәсіби гольф ойыншылар ассоциациясының чемпионаты. Жыл сайын ақш-та өтетін гольф турнирі. Оны америкалық гольф ойнаушылар профессионалдық ассоциациясы ұйымдастырады. Бүгінгі бейнероликті қарап, гольфтің тарихы мен маңызына терең үңіліп, қызықты мәліметтер алған боларсыз. Егер осы тақырып сізді қызықтырса, біздің каналға жазылып, әлеуметтік желілерге қолдау көрсетуге ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөліссеңіз, бұл біз үшін үлкен қолдау. Алдағы уақытта да сіздер үшін қызықты әрі пайдалы материалдармен бөлісуді жалғастырамыз. Келесі кездескенше.